Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Лайк басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Роза Рымбаеваның Ақтауда берген концерті желіде қызу талқыланды. Наурыз мейрамы мен Амал мерекесінің құрметіне Роза Рымбаева ашық аспан астында концерт берді. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан Роза Рымбаева концерттен бас тартпай аздаған көрермен алдында өнер көрсетті. Концертті өткізбейік дегенбіз, бірақ Роза Рымбаева үзілді-кесілді бас тартты. Ақтаулықтар қашаннан мықты адамдар, олар бұл қаланы ыстықта қақаған аязда қатты желде де сусыз даланың арасында тұрғызған. Сондықтан бұл концерт ақтаулықтарға құрмет деді ұйымдастырушылар. Қатты желге қарамастан концертке елуге жуық қала тұрғыны жиналды. Желі қолданушылары түрлі пікір жазып қызу талқылады. Көрші күні болып үйімізге қонақ шақырып қойдық. Концерт уақыты сәйкес келмеді. Ауыз ашар уақытында концерт бере ме деп жазды оқырмандар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.